Ал құрметті көрермендерім, енді өзімнің осы 1,5 жылда жеткен жетістігім 6 шетел саяхаты, осы корпорациядағы бүкіл табиғи өнімді реклама жасау арқылы, 2 автокөлік иегері және 1 жылда 4 статусты бағындырған, алдарыңызда Greenleaf корпорациясының старший директор статусындағы Гүлбағира Махатқызы. Енді сіздерге осы табысқа, осы жетістікке жету үшін компанияның маркетинг жоспарын қалай жұмыс жасауға болады, қалай өздеріңізге бизнес орын алуға болады, қалай жетістікке жетуге болады, соны сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Компанияның аты Greenleaf деп аталады. Greenleaf деген сөздің аудармасы жасыл жапырақ, яғни табиғи өнімдер дегенді білдіреді. Greenleaf корпорациясы, жаңа айтып кеттім, 26 жылдан бері бүкіл мировой дүниежүзілік рынокта өзінің табиғи өнімдерін бүкіл дамыған елдер заводтан алаттағы үлкен экомаркеттерде сатылады. Бұл бізге қашан келді? 2019 жылы дәл солай бұл Greenleaf өнімдері СНГ-ға келеді. СНГ-ға келіп, сол дамып кеткен елдердегідей прямой жаңағы заводтың затын экомаркеттерге тарқатамыз деп ойлайды, бірақ бізде бұл өнімді адамдарға реклама жасамаса, бұның табиғи өнім екендігін ешкім білмейді. Сондықтан 2019-дан бастап бұл осы Greenleaf бизнесіне маркетинг құрылады. Ол маркетингті бірінші Россия, одан кейін Қырғызстан, Өзбекстан елдері өздерінің осы елдерге бұл продукциялар кіріп, биыл өздеріңіз көрдіңіздер, 5 жылдық тойы тойланды кеше сентябрьдің 8-9-на. Ал Қазақстанға заңды құжатпенен кіргені былтыр 3 сентябрьде президент компания келіп, жалпы ноябрь айынан бастап, қараша айынан бастап, бұл Қазақстанда заңды официально кірді. Жаңа өздеріңізге таныстырып кеттім. Greenleaf корпорациясы бірнеше елдің бренд өнімдерін шығарып береді. Швейцария, Германия, Япония, Монголия, Южный Корея, Сингапур, Малайзия, неден тағда бірнеше осында елдердің брендтерін бізге шығарады. Енді осы бизнеске қалай тіркеліп, өздеріңізге бизнес орын алып, жетістікке жетуге болады. Мен негізі бұл компанияға тіркелудің пакеттері 6 пакеті бар. Жалпы менің өзімнің қолданатын, мен 2 пакетпен ғана жұмыс жасаймын. Себебі ол VIP пакет, бизнес пакет. Бизнес жасаймын деген адам осы 2 пакетпен жұмыс жасау керек. Біріншісі корона деген статус. Коронаға бұған 1,128,000 теңге салып, Greenleaf корпорациясынан өздеріне бизнес орын алатын партнерлар. Осы 1,128,000 теңге салсаңыздар, компания ақшаларыңызды 4 есе көбейтіп, шоттарыңызға 4 миллионнан аса ақша сразу кабинетке түседі. Ол нені білдіреді? 4 миллионға дейінгі затты сіздер заводтан 50% скидкамен ала аласыздар. Ал реклама жасасаңыздар, әрбір бинардан реклама жасаған адамдарыңыздан 15% сіздерге бонус ақша түсе бастайды. Екіншісі платина. Платина деген статус жалпы қарапайым халықтың қалтасы көтеріп атқан 188,000 теңгелік пакет. 188,000 теңгеге тіркелсеңіздер, компания осы ақшаларыңызды 4 есе көбейтіп, шоттарыңызға 678,000 теңге ақша салынады. Электронный кабинетте. 678,000-ға дейінгі затты сіздер заводтан 50%-бен ала аласыздар, адам шақырсаңыздар 10% сіздерге ақша түсе бастайды. Енді өздеріңіздің қалталарыңызға қарап, үлкен дүниежүзілік өзінің ғылыми зерттеу институты бар экопродукцияны шығаратын корпорациядан өздеріңізге бизнес орын аласыздар. Қазақшалап айтқанда, мысалға үлкен бір торговый домнан, немесе бір базардан барып, өздеріңізге күнде табыс әкелетін бір бутик алып жатасыздар ғой. Дәл сондай Greenleaf корпорациясынан өздеріңізге осындай бизнес орын алып жатсыздар. 188,000 пакет бұл
бір бутик болса, корона пакеті 6 бутиктің орнын беріп тұрған сияқты да. Міне осындай бизнес орын алдыңыздар. Енді осы алған бизнес орындарыңызға не береді компания? Біріншіден ID номер береді. Сіздерге жеке кабинет ашылады. Ол кабинетте бүкіл осы біздің Қазақстанға кіргізіп атқан 5000 түрлі товардың түрі тұрады. Бізге келу бағасы, сатылу бағасы барлығы осы жерде. Шетел саяхатына қалай баруға болады, үйді қалай алуға болады, автокөлікті қалай мінуге болады, немесе қанша артыңыздан команда ерттіңіз, неше адам сізге тіркелді, бүкіл айлығыңыз бар ма, жетістіктеріңіз бар ма, маркетинг бар ма, бәрін кабинеттен көресіздер. Екіншісі, компания осы алған бизнес орындарыңызға қалаған заттарыңызды бермейді. Бұл пакетке стартовый пакет дейді, старт пакет. Сіздерге бизнес жасауға сіздерге стартовый пакет береді компания. Ол старт пакеттің ішіне компанияның швейцарский өнімі, Сиалюкс косметикасы, iLife ішкі Қытайдан шығатын, ыдыс жуатын, кір жуатын, карич, зубный паста Японияныкі, бамбуковый салфетка, қыздарға гигиенический прокладки. Осы өнімдерді сіздерге осы алған ақшаларыңызға сыйлық ретінде береді. Ал егер коронаға тіркелсеңіздер, сондай пакеттен, старт пакеттен 6-ауын береді. Немесе коронада сіздер үстеріңізге Марвица бренд Италияның киімдерін таңдауға мүмкіндік ашылады. Үшіншісі, компания сіздерге франшиза береді. Франшиза дегенді негізі жалпы қарапайым халықтың көбісі түсіне бермейді. Франшиза деген сіздерге дайын бизнес модель ұсынады. Сіздерге 5000 түрлі товары бар, бүкіл дайын Грилип корпорациясының бизнес моделін сіздерге бар жоғы 188 теңгеден бастап франшизасын алып, өздеріңіз тұрып атқан елден, жерден Грилип деген экомаркеттер ашуға компания өзінің сертификат лицензиясының құжатын береді. Төртінші, ваучер. Ваучер деген мына сіздерге салып қойған электронный ақшаны, тіркелген кезде кабинеттеріңізге түскен ақшаны қалай қолданасыздар? 50% қолданасыздар. Мысалы делік, сіз дүкенге келесіз дағы, біздің бір зубный пастаны ұнатасыздар. Зубный пастының сатылымдағы бағасы 2400 теңге. Сіз бізде партнер болған үшін 50% скидкаменен 1200 теңгеге аласыз. Өзіңіздің 50%-бен алып атқан затыңызды мына салып қойған іштегі ішкі ақшадан қысқартылады. Бүгін 1200-ге алып кетті 50%-бен деп. Ертең келіп 10.000 теңгеге алып кетерсіз, бір күні 100.000 теңгеге алып кетерсіз. Барлық уақытта скидкамен алып отырған заттарыңыз мына сіздерге салып қойылған іштегі ақшадан қысқартылады. Бір күні мына компанияның берген сізге лимиті таусылады. Ол жағдайда сіз апгрейд жасап, мынаның үстіне ақша қойып, 940.000 теңге салып, платинадан коронаға өтіп аласыздар. Ол кезде тағы да 5 кейс 940.000 теңгеге стартовый пакеттің 5-еуін сіздерге сыйлық қаласыздар компаниядан. Сөйтіп өзіңіздің бизнес орныңызды коронаға көтеріп аласыз. Яғни сіз 4 миллионға дейінгі затты 50%-бен алып, астыңызға команда келіп реклама жасап, партнерларыңыз көбейіп атса, 15% бинардан табысқа жете бастайсыздар. Одан кейін бұл бір күні 4 миллионда таусылады. Себебі әсіресе дүкен ашатын кісілерге 4 миллион деген ол түк емес, 4 миллион емес, 10 миллион, 100 миллион деп салады товар қоятын кезде. 4 миллион таусылып қалса, компанияда вторичный ваучер деген болады. Вторичный ваучерге ең кемі қайтадан 10.000 теңге саласыздар. Компания осы ақшаларыңызды 10-ға көбейтіп, шоттарыңызға 100.000 теңге қылып, қайтадан сіздің скидочный складыңызды көбейтеді. 100.000 теңге салсаңыз, 10-ға көбейтіп, 1 миллионға дейінгі затты сіз 50%-бен. 1 миллион салсаңыздар, 10 миллионға дейінгі затты заводтың бағасы менен 50%-бен алып отырасыздар. Бесіншісі, компания сіздерге наследство, ұрпақтарыңызға, немесе бауырларыңызға, ағайындарыңызға өзіңіздің бизнес орныңызды сыйлыққа бере аласыздар. Осындай компания мына келіп тіркелген дүниежүзілік бизнестегі орындарыңызға осындай мүмкіндіктер береді екен. Кабинет ашылады,
бұл дайын готовый кәдімгі 1С бар, ештеңені сіз есептемейсіз. Сіздің айлығыңызды, барлық мүмкіндігіңізді есептеп отыратын кабинет, бүкіл товарларды көріп отырасыздар. Екінші, сыйлық ретінде бизнес бастауға стартовый пакетін береді сыйлыққа. Үшінші, бизнес модель франшизаны сіздерге сатады. Төртінші, 50%-бен кез келген сервисный центрден барып, сіз қалаған затыңызды 50%-бен ала аласыз. Таусылып атша, қайтадан 10 000 теңгеден салып, өзіңіздің скидочный складыңызды көбейтіп отырасыз, ұрпағыңызға бере алады екенсіз. Осындай мүмкіндіктер беріледі. Енді табыс көзі. Негізі компанияда 16 табыс көзі бар. Мен соның дәл қазір сіздерге 9 табыс көзі айтып өтемін. 9 табыс көзі бар. Оның 3 табыс көзін біз күнде аламыз. Ал 6 табыс көзін айына бір рет айлық қылып аламыз. 3 табыс көзі бұл компанияның маркетингі негізі гибрид деп аталады. Бинар мен классика қосылады. Яғни табыс көзі бірінші бинар деп аталады. Екіншісі деңгей линия дейді, немесе бұны жаңағы линия деңгей ғой, уровень деп аталады. Үшінші реферальный бонус деген жеке өздеріңіздің шақырған адамдарыңыз бизнеске. Осы үшеуін біз күнде аламыз. Енді мысалы делік, мына жерге Әсел ханым келіп бізге тіркелді. Әсел, бинар деген сөзді түсінсеңіздер, бинар деген сөз екі адамға айт дейді. Мен қазақшалап айтқанда, бір қазақ той жасасақ 300 адам шақырамыз. Сол туысқан бар, көршің бар, кластасың бар, танысың бар, барлығына реклама жасап, біздің табиғи өнімді айтсаңыздар, зубный пастадан бастап барлығы үйге қажет өнімдер өздерін сататын. Әсел ханым 188 мыңға тіркелді. Және компаниямен внутренний валюта деген бар. Бұл бүкіл әлемдік бизнес болғандықтан, әр елдің тілі де діні басқа. Компанияның жалпы ішкі ақшасы PV деп есептелінеді. Бір PV-лары $1 тең, бұл 460 теңге. Егер сіздер коронаға кірсеңіздер, компания өздеріңізге 1650 PV береді. Ал платинаға кірсеңіздер 275 PV береді. Сонда мына Әсел ханым келіп, екі жағына екі партнерді шақырды. Мысалы делік, мына жаққа Ая, мына жаққа Алия келді. Екі қызды шақырды. Екеуі де Аяда, Алияда 188-ден тіркелді. Онда Әселде бинар пайда болды. Бинарға компания 12 000 теңге төлейді. Оны қалай есептейміз? Ол, мына жаңа айттым сіздерге, егер платина болса 275 PV. Компания осы 275 PV-ді 10%-ға көбейтеді. Өзінің артынан келген адамдарға 10% берем деп тұр. 5% жолын алып тастайды. Сол кезде мына жерде шыққан суманы 26, 125, осыны курс доллара 460 теңгеге көбейтеді. Бізде компанияда доллар көтерілсе де, түссе де бір бағамен есептейді. Міне, осы кезде 12 017 теңге шығады. Яғни бинардан компания сіздерге 12 017 теңге береді. 188-де екі жаққа теңессе, егер Әселдің екі жағы, онда деңгей жабылады, автоматически деңгей жабылады. Деңгейге компания 38 400 теңге береді. Және Әсел Аянда, Әлияны да бұған өзінің уақытын бөліп, осы бизнеске шақырған үшін екеуіне 6 000-нан 12 000 теңге береді тағы да. Яғни реферальный бонус 5%. Енді мына 3 табыс көзін қосыңыздар. Қанша ақша шығады? 62 400 теңге түседі. Әсел ханым бүгін 188-ге кірді. Екі өзінің құрбысына реклама жасау арқылы ертең Әсел ханымға 62 400 теңге ақшалай бонус түседі. Салған ақшасының 1/3 бөлігі екі ақ партнердан қайтып тұр. Енді Ая баратта өзінің подругасын айтады, Әлия барып өзінің подругасын айтады, өзінің құрбыларын айтады. Әсел бұл екі адамды танымаса да, Әсел ханым үшін бинар бар ма екі жақта? Бар, яғни 12 000 теңге түседі Әселге. Бинар болса, бізде линия өзі автоматически жабылады, деңгей, яғни Әселге 38 000 да бар.
Әсел ханымға реферальный бонус алмайды, себебі бұны Әсел шақырған жоқ, оның астында қыздар шақырды. Әсел ханымға ертесіне қанша түседі екен? 50.400 теңге түседі. Әсел ханым бұл екі адамды танымаса да, оның шақырған екі қызы бір адамға реклама жасаса, бұл кісіге 50.000 теңге түседі екен. Осыны екі жақтан бинар жабылып отырса, компания шексіз береді. Күнде 50.000 теңге табысқа шығып кетуге болады. Күнде 50.000 теңге табыс алып отырсаңыздар, бір айға көбейтсек 30 күнге қанша аласыздар? 1,5 миллион теңге табыс табуға болады. Просто реклама арқылы. Енді бұл жерде отырған Ая өзінің екінші адамын әкелсе, Әлия да екінші адамын әкеледі. Себебі Аяға да 62 мың түседі, Әлияға да 62.400 теңге түседі. Ал Әсел ханымға қыздары тағы да бір адамнан алып келсе, плюс 12.000 теңге қосылады дағы. Әсел ханым да 62.400 теңге алады. Әсел екінші деңгейдегі бір адам танымайды. Бірақ өзінің шақырған екі қызының әкелген екі құрбысы арқылы Әсел де 62.400 теңге алып тұр. Әселдің қанша ақшасы қайтты? Әселдің 122.400 теңгесі қайтты. 122.400 теңге қайтқаннан кейін, ол үшінші құрбысын әкеліп, осылардың астына көмекке қояды мені. Ол 100-ін шығып қойса да, ол Әселдің шақырған өзінің жеке личнигі болып саналады. Сонда мына үшінші линияда тағы да бинарға 12.000, деңгейге 38.000, Әселдің шақырған үшін 6.000, Әсел ханымға 56.400 теңге түседі. Әселдің бизнеске салған ақшасы қайтты ма? Бар жоғы 6 адамнан бұл кісінің бизнеске алған 188.000 теңгесі кәдімгі таза айлық болып қайтады. Үші қолында компанияның берген сыйлығы бар. Осы күнделікті табысты бізге шексіз береді компания. Осы үш табыс көзін біз күнде аламыз. Енді мен осы бизнеске неге келдім? Мен университетте сабақ берем, математика ғылымдарының кандидаты, доцент болып алатын айлығым 350.000 теңге айлық алам. Міне. Бір айда алам бұл табысты. Ал мен осы бизнеске эко-өнімдерді адамдарға күнделікті қолданыстағы таңертең тұрғанда тараққа дейін шаш тарайтын, ауыздарын жумайтын адам баласы жоқ, аузын жуатын зубный пасталар, туалетный бумагалар, шампунь, гель для душа, полотенце, іш киімдер, нәски, барлық заттар, бәрі үйге қажет заттарды реклама жасау арқылы бір аптада менің осы бір айда алатын табысымды мен бір күнде ала бастадым. Міне. Күндік табысым 350.000 теңгеге, бар жоғы бір 10 күннің ішінде күндік табысым 350.000-ға көтерілді. Сол күннен бастап мен Greenleaf корпорациясында тыңғылықты, бұны басында қосымша табыс ретінде кірген компаниямды мен нағыз өзімнің кәсіби істейтін кәсібіме айналдырып, осы бизнеске мойын бұрдым. Енді осы үш табыс көзі күнде алады екенсіздер.